Мутация болуп болот. Оның Ким берші, кім? Жануарлар өледі. Басқа не істейді? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль. Қайырлы күн, сізге қоятын сұрағым қоқысты сұрыптау дегеніміз не және сіз оны қалай қолданасыз? қоқысты сұрыптау дегеніміз қағазға, пластикқа деген сияқты салу, өңдеу. Бұл бәрі не үшін керек? Қайтадан өңдеуге жарату үшін. Өйткені пластиктар, қоқыстар жерге сіңбейді, 200 одан да көп жылдар жерде жатады. Оларды жерге сіңіргеннен қарағанда өңдіргеніміз бізге тиімдірек. Қайырлы күн, Еркежан. Сізді көргеніме қуаныштамын. Сізге қоятын сұрағым, қоқысты қалай сұрыптайсыз? Пластиктарды бөлек, қағаздар бөлек, перерабатываемый заттарды бөлек сөйтіп қою керек деп ойлаймын. Қоқысты сұрыптамағанның себебінен қандай экологиялық проблемалар туындайды? Мен ойымша қоқысты сұрыптағаннан көптеген экологиялық проблема туындайды. Мысалы, көлдегі су лайланады, ластанады, немесе балықтар өледі. Осы суда өмір сүрген тіршілік өзінің тіршілігін тоқтатады. Топырақ эрозиясы пайда болады. Бұл топырақтың қасиеті жоғалады. Сонымен қатар осы топырақтың құнарсыз болуы шаруашылығына зиян тигізе алады. Табиғаттағы ластануы табиғатымызға да, адамзатқа да өте зиянды болып табылады.